Ассаламу алейкум, құрметті тыңдармандарым. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бақыттың кілті, бақыт ақшада емес, Алла жәрдем береді. Пендем мен туралы қандай ойда болса, сондаймын. Және өзіңді танып біл, өзіңді жетілдір тақырыптарын баяндайтын боламын. Ал сіздер каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Бақыттың кілті. Егер сен Алланы жақсы танып, оны мадақтасаң, оған сыйынсаң және оған тәуекел етсең, жаман лашықта, қараша үйдің ішіндегі ескі ошақтың алдында да бақытты, қанағатшыл және тыныштықта боласың. Керісінше, керемет, әдемі хан сарайында өмір сүрсең де, өзің қалаған нәрселеріңнің бәрі қолыңда болса да, бақытқа ие бола алмайсың. Біраз өткінші рахаттан кейін сені мәңгілік бақытсыздық күтіп тұрады. Мәңгілік қайғының жанында салыстырмалы түрде көзді ашып жұмғандай қысқа қуаныш не болмақ. Өйткені бұның бәрі сенде бақыттың кілті жоқтығынан. Міне, осындай бақытсыз шіріген байлардың бірі болған бейбақ Қарынбай туралы Құран кәрімде баяндалған. Қасас сүресінің 76 аятында біз оған кілттерінің өзін күші бойына сыймайтын бір топ адам әзер таситын байлыққа толы қазыналар нәсіп еттік делінген. Бақыт ақшада емес. Келіңдер, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының уақытына үңіліп көрейік. Олардың көпшілігі қарапайым, тар баспаналарда өмір сүрді. Ыстық суықты, ашаршылықты бастан көп өткерген. Қарапайым азықтармен азықтанған, қарапайым қатты маталардан тігілген ескі киімдерді киген және жаяу жүрген. Өйткені мінуге ат түгіл есек алуға да мүмкіншіліктері жоқ еді. Осылай болса да, олар бақытты болған. Олардың жүрегі тыныштыққа, Аллаға тәуекел етуге толы еді. Үйлері болса, шынайы иманның нұрына шомылып тұратын. Қарынбайдың Қарунның байлығы және Хаманның қуанышы қайда? Біреуін жер жұтты, екіншісі қарғысқа қалды. Хадид сүресінің 20 аятында біліп қойыңдар. Дүниенің тіршілігі, ойын күлкі, сауық сайран, сән салтанат және өзара мақтан, яғни мансап, атақ абырой, мал мүлік, бала шаға һәм кескін келбетпен мақтану, сондай-ақ көбірек дүние жию және үрім бұтақты көбейту жолындағы бәсеке ғана. Бұл бір жауынға ұқсайды. Сол жауынның арқасында жайқалып өскен өсімдіктер шаруаларға қатты ұнап, төбелері көкке жетеді. Алайда артынша әлгі өсімдіктердің сарғайып, солып қалғанын көресің. Һәм содан кейін қу сабан мен қиқымға айналады. Міне, дүниенің қу тіршілігі деген осы. Ал ақыретке келсек, онда ауыр азап болады, яки Алланың тосын сый-сияпаттарға толы кешірімі мен шексіз разылығы болады. Дүниенің тіршілігі алдамшы, әрі өткінші, қызықтан басқа ештеңеде емес делінген аятта. Біләл, Салман әл-Фариси және Аммар ибн Ясирлердің радиаллаху анху қолдарында ешқандай мал мүлкі жоқ болғанымен, олар өте бақытты еді. Олардың байлығы, олардың иманы және жаратқанға тәуекелі болған. Аққаф сүресінің 16 аятында міне олар сондай ізгі жандар. Біз олардың істеген игі істерін қабыл алып, қарымтасын ең игі істеріне қарай қайтарамыз һәм күнә қателіктерін толық кешеміз. Сөйтіп, оларды жәннаттықтардың қатарына қосамыз. Міне, бұл оларға бұрын соңды
берілген хақ уәде делінген аятта. Алла жәрдем береді. Көбінесе басымызға қиыншылық келсе, қайғыға батып, сабырсыздық танытамыз. Алла тағала сол жолмен бізді өзінің ризалығына жеткізіп, пейішке кіруге жәрдем беріп жатқанын ойланбаймыз. Алла тағала пенделеріне сынақтарды жіберген соң, құтылу үмітін басқа біреуге байланыстырғанын тоқтатқанға шейін сынақтан шығармайды. Адам өзіне жаратқаннан басқа ешкім жәрдем бере алмайтынын, одан басқа ешкім қиыншылықтардан құтқармайтынын, одан басқа ешкім оған жеңілдік алып келе алмайтынын түсінген кезде ғана оны құтқарады. Сондай жолмен Алла бізге өзінен басқа ешкімнен үміт етпеу керектігін еске салады. Егер біз сабырлылық қылып, Алланың тағдырына разы екенімізді көрсете алсақ, ол бізге жомарттықпен мол сауаптарды береді және сол сауаптар бізге пейішке кіруге жәрдем береді. Пендем мен туралы қандай ойда болса, сондаймын. Алла тағала Құдси хадисте былай дейді: пендем мен туралы қандай ойда болса, сондай мәміле жасаймын. Енді мен туралы қалағанша ойлай берсін. Иманды кісі жаратқанның әрбір нәрсені жақсы қылатынына, екі дүниеде де бақытты ететініне сенеді. Бұл сенім әлбетте пенденің құр қиялдарынан келіп шықпастан, бекем иман, асыл әдеп, талмас еңбек және қажымас қайраты арқылы адамзат үшін жасаған жақсы істерімен қатар жүріп отырады. Жаратқанның мейірімділігіне, кешіріміне сену, оның ризалығын алып, пейішке кіруді үміт ету пендеге жаратқан берген өмір сынақтарына сабырлылық жасауына жәрдем береді. Өзіңді танып біл. Сен дене мүшеңмен ғана адам емессің. Сенің бар болуың келбет сұлулығыңа немесе оның жоқтығына байланысты емес. Мал мүлігіңнің болып болмауының да қатысы жоқ. Ішіп жегендерің және кигендерің, тұрған үйің, не мініп жүрген машинаң, мансап билігің, не елдегі дәрежең де маңызды емес. Сен деген сөз иманың, қабілеттерің мен талантың, жақсы істерің мен игіліктерің, тура сенімің мен жомарттығың, жаратқанға жасаған ғибадатың мен ақ ниетің және елге келтірген пайдаларың. Міне, солар сенің адамдығыңды құрайды. Өзіңді жетілдір. Алла тағала әр қайсымызға әр қандай қабілет таланттарды сыйлаған және әр қайсымызға белгілі жақсылықтарды ұйғарған. Сонымен бірге ол бізге берген нәрселерін жетілдіріп, көбейтуге мүмкіншілік те берген. Алла тағала адамзатқа оқып үйрену қабілетін берген. Егер адам қалап тиесілі әрекеттерін жасаса, оқу жазуды ғана үйреніп қоймай, түрлі салада кеңірек білім ала алады. Ол көптеген нәрселерді үйрене алады. Не үшін бізге берілген сол қабілетті жақсы қолдануға болмасын? Алла тағала кісіге денсаулықпен бірге оны күшейтіп, жақсы әрекет ету мүмкіншілігін қоса берген. Денсаулығы нашар кісі де спорттық жаттығуларды жасап, диета ұстап, таза ауада болып, денсаулығын шыңдай алады. Алла тағала адамға күш-қуат берген. Сонымен қатар, адам спортпен шұғылданып, не еңбек етумен одан сайын күш-қуатын арттыра алады. Мұндай жолмен толған күш-қуаты, денсаулығы, өмірде пайдасын көп тигізуі мүмкін. Барлығымыз ауыр заттарды қиналмай көтеретін, керек болса жуан темірлерді
қамырдай илейтін балуандарды көргенбіз. Олар да біз сияқты шарана болып туылған, бірақ талмас еңбек, жаттығу және дайындық арқылы жаратқан тарапынан өздеріне берілген күштерін және қабілеттерін еселеп көбейте білген. Алла тағала бізге мал-мүлік берген. Біз оны күнделікті тұрмыста қолданып қана қоймай, игілікті сауда, іскерлік және дұрыс жолда пайдалана білу арқылы көбейте аламыз. Алла тағала адамға ұрпағын көбейтуге мүмкіншілік берді. Пенде өзінен кейін жақсы тәрбиелеп ұлағатты ұрпақтар қалдыра алады. Қысқасы, Алла тағала адамға табиғи және өмірден үйренуге бейім қабілеттерді өте көп берген. Егерде адам баласы өз қабілеттерін жетілдіруге қайраттанып, тура амалдармен талмай еңбектенсе, бұл өмірде көп игіліктерге жетіп, бақытты бола алады. Ендеше, келіңдер, бізге жаратқанымыз берген нәрселерді пайдаланып, өзімізді жетілдірейік және бұларды берген Аллаға шексіз ризалық білдірейік. Құрметті тыңдармандарым, видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға.